Кетпей ме үйіне? Жаңа үйге көшкен Жұлдыз Әбдікәрімова енесін үйден қуып шықты. Бұл жолы белгілі актриса қатты кеткен сыңайлы. Бұл туралы Демократ.kz сайты хабарлайды. Дастарханды аударып жіберуге шақ қылған Әбдікәрімова: неге мамаң бізбен бірге тұрады? Кетпей ме үйіне? Мамаңды сағынсаң, үйіне барып тұр, деп күйеуіне дүрсе қоя берді. Бұл көрініс желідегі жұртты селт еткізді. Абырой болғанда ол Жұлдыздың кезекті кино түсірілімінен үзінді болып шықты. Желіде тараған бұл көрініс алғашқы секундтарда көп адамды шошытып, Жұлдыз Әбдікәрімова шынымен күйеуіне дауыс көтеріп, енесіне қатысты ауыр сөз айтты ма деген ой тудырды. Себебі кадрдағы эмоция, дауыс мәнері және дастарханды аударуға шақ қылған сәт күнделікті өмірде кездесетін келін мен ене арасындағы шиеленісті еске түсірді. Бұндай жағдай көп отбасының нәзік тақырыбы болғандықтан жұрттың бірден реакция білдіруі де орынды еді. Кейін бұл жаңа фильмнің түсірілімінен үзінді екені анықталған соң көпшілік тынышталып, жағдайдың актерлық ойын екенін түсінді. Дегенмен осындай шынайы кадрлар қоғамдағы өзекті мәселелердің көркем түрде көрсетіліп жатқанын білдіреді. Жұлдыздың рөлді эмоциямен алып шығуы көрерменнің сенуіне себеп болды. Бұл актерлық шеберліктің белгісі. Киноның міндеті ой салу, қоғамдағы шынайы проблемаларды ашу, көрерменді толғандыру. Ене мен келін қатынасы қазақ отбасыларындағы ең талқыланатын әрі сезімтал тақырыптардың бірі. Сондықтан бұл көріністі жеке өмірге тиіспеу немесе жамандық іздеу емес, шығармашылық жұмыстың бір бөлігі ретінде қабылдаған дұрыс.